Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Біздің жас мемлекетіміздің қақпағы ашылған көрінеді. Сондықтан ұяты кеткендер талан-таражға салып жатқан ашылып жатыр. Жай жалаң сөз емес, нақты фактілермен айтты. Есткен құлаққа, түсінген миға бәрі жетіп жатыр. Осындай күдік көбіміздің көңілімізде жүрген бұрыннан. Қайда кетіп жатыр бұл Қазақстанның байлығы деген? Бірақ нақ басып, сап басып ешқайсымыз айтылған жоқпыз. Қазір соның барлығы фактілермен ашылды. Мына жерде мынау табыс кіріс көзі дейтінде бәрі бар. Салықтан түсетін кіріс, анадан кіріс, мынадан түсетін кіріс, астық сатудан түсетін кіріс, ал бірақ мұнайдан түсетін, көмірден түсетін, алтыннан, күмістен түсетін, мыстан түсетін кіріс деген жоқ мынаның ішінде. Соның бәрі қайда кетті десең, мінекей жаңа айтылып отыр. Мына біз осы шет мемлекеттерден несие дегенді алып жатырмыз Америкадан Жапонияға дейін. Соның барлығы бас-аяғы қанша? Қай жерге жұмсалды, қай мақсатқа кетті? Осының көзін ашу керек. Бір, жаңағы Рашид Ибраев айтқан мәселелер бойынша тағыда нақтылап соны анықтау керек. Екі, ол үшін біздің мынау тексеру палатасы дұрыстап жұмыс істеу керек шығар, немесе арнайы комиссия шығу керек шығар бұл жөнінде. Көзін ашу керек. Қақпақты ашып тастап, бұл жерде сөзден көбік шашып отырғаннан несі өмір. Соның көзін табайық, халықты сөйтіп жарылқамасақ басқа күш жоқ. Мына басшылықтан білмеймін, қолынан әзір ол әрекет келетін емес. Мына сізбен біз, халық сенген депутаттар, осының көзін ашып, нақтылап, халыққа өзінің дәулетін өзінің қолына берейік.